Бүгін мен сіздермен баклажаннан жасалатын таңғы ас рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет және ерекше болып шығады. Міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін қарап және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз пісіруді бастаймыз. Баклажанды осылай қалың дөңгелектерге кесіп, содан кейін тұзды суға 10 минутқа қойып қоямыз. Енді кішкене сәбіз алып, оны өте ұсақтап турауымыз керек. Енді өзіңізге ұнайтын шұжығыңызды алыңыз да осылай ұсақтап тураңыз. Енді дәл солай жасыл пиязды ұсақтап тураймыз. Енді біздің суда тұрған баклажанды алып, осылай ортасын шығарып аламыз. Ал баклажан ортасын лақтырмаймыз, осылай ұсақтап турап аламыз. Енді осы начинкаға дәміне қарай дәмдеуіш және тұз қосу керек. Содан кейін 3 жұмыртқа мен 1 ас қасық ұнды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз табаны жай отқа қойып, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Міндетті түрде табаныңыздың қақпағы болу керек. Енді видеода көрсетілгендей баклажандарды осылай қойып, үстінен начинкамен толтырамыз. 2 жағынан шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Қақпағы міндетті түрде жабық болу керек. Біздің баклажаннан жасалған ерекше таңғы асымыз дайын. Егер де сіз өзіңіздің жақындарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, онда оларға осындай таңғы асты дайындап көріңіз. Оларға ұнайтынына сенімдімін.